Бәріне сәлем, менің есімім Дамир. Бүгін біз Жабайы фильмінің премьерасына келіп тұрық. Алматы қаласында басты рөлге Қазақстанда алғаш рет ит түскен Жабайы фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Фильмнің басты кейіпкері жалғыздыққа үйреніп қалған Қазбек есімді бала. Оның өмірін көшедегі иесіз жүрген ит жабайы түбегейлі өзгертеді. Олар бірге жүріп талай сынақтан өтеді. Көршінің қыңыр мінезі, қатыгез ит аулаушылар атақ қуған блогер. Бірақ бәріне қарамастан, олар бір-бірін қорғап шынайы достықтың қандай болатынын дәлелдейді. Жабайы фильмін түсіруге шабыттандырған ит жайлы Дамир Әбілханов айтып өтті. Режиссер ретінде шабыттандырған ол пішен көктем кезіндегі су тасқындары кезінде адамдарға көмектесіп, дамбаның жарылған жерлеріндегі дыраларды жауып жүрген ит болатын. Соның ерлігі мені шабыттандырды. Кино басталмас бұрын фильм демеушілері көрермендерге кішкентай балақайлардың дайындаған нөмірлерін көрсетті. Онымен қоса қонақтарға тәтті тіске басарлар ұсынылды. Туындының басты кейіпкерлерін сомдаған жас әртістер жайлы режиссер. Рамазанды мен бірден таптым. Өйткені ол өзі сондай сүйкімді ойынымен мен жүрегімді баулап алды. Ал бірлікті случайно болды. Өйткені мен уже басқа баланы таңдайын деп жатқан кезде ол аяғымен секіріп кірді, бұл роль менікі деп алып кетті. Ал Адина болса, бүкіл қыздардың арасынан, кастингқа келген кішкентай қыздардың арасында ең күшті энергетика берген қыз болды да, сондықтан мен осы үшеуін осы біздің геройлар деп алдым. Жас жұлдыздар өздерінің түсірілім және кино жайында ойымен бөлісті. Фильмде есте қалған қызықты сәт, өтірік тасататын кезде мен оларға шын тасты атып жібергенмін, және де ол дөп деген болатын. Сол сәт қызықты болған енді өзім үшін. Болды. Особенно маған ұнаған жерлері түнде бірге ұйықтаған жеріміз, палатканың ішінде ең басында вообще итпен танысқан жеріміз, және сондай моменттер өте көп. Қазақша хатико деп айтсам болады. Қазақша хатико итпен адамның арасындағы достықты бейнелейтін алғашқы фильм. Кинодансыз Жандос Айбасов, Айшолпан Байтүгел, Дәулет Бижанов сынды жұлдыздарды көре аласыз. Әзілкеш әртіс Қайрат Әділгерей де көрсетілімді тамашалау үшін арнайы шақыртылған. Көрермендер де көрсетілімнен кейін өз пікірімен бөлісті. Бұл адамның жүрегіне, психологиясына әсер етті. Бір индийский кино сияқты көріп шықтық, әсерде болды. Я вообще сама не любила собак все это время, их боялась, но после этого фильма очень-очень хорошие впечатления остались. Жабайы фильмін 25 қыркүйектен бастап еліміздің кинотеатрларынан көре аласыздар. Сізбен бірге болған Гүлназ Ұзақ, Зарина Мардан арнайы мінбер үшін.